Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Айдан аң қуыршағы 16 бөлімін айтып беремін. Ал ендеше тыңдаңыздар. Хай! Бір күні әкесі үнжу тастың пайдасы бар екенін айтады. Ол жерде әкесі былай дейді: үнжу тасын басы ауырып жүрген адамдар тақса, онда олар тезірек жазылып кетеді дейді. Ол түпкір әлемге жайылады, түпкір әлемдердің адамдары естиді. Сөйтіп бір кеш жасайды. Бикештер кешін жасайды, бикештер келетін. Сөйтіп бір бикеш ол жерге үнжу тасы бар мойыншақ тағып барады алқа. Сөйтіп оған барлығы күледі. Біреу келіп: досым, бұл шынымен де көмектесе ме? дейді. Ол мүлдем ол жаңалықты естіген жоқ. Сөйтіп не айтып тұрғанын түсінбей ол кісінің: я, көмектеседі деді. Сөйтіп кеш болып жатқан кезде бикештің басы ауырып үйіне қайтып кетеді. Сөйтіп бикеш үйіне келгеннен кейін қызметшіге сөмкесін беріп, басым ауырып тұр дейді. Қызметші былай дейді: бұл сізге шынымен де көмектеспегені ме? дейді. Ол не тағы? дейді. Сөйтіп ол қызметшісі жаңалықтарда не естіді, соның бәрін айтып береді. Содан бикеш мойнындағы алқасын үзіп алып, лақтырып жіберіп, бөлмесіне кетіп қалады. Сөйтіп қызметшісі оны теріп алып, иесі оны сұрайтын шығар деп өзінің қолында сақтап жүреді. Оны сұрамады. Сөйтіп алып, оны сатып, өзі байып кетіп, өз еркімен жұмыстан шығып кетті. Егер де балалар бұның 17 бөлімін көргілеріңіз келсе, арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!